Коронавирустық инфекция, яғни COVID-19 бұл SARS-CoV-2 деп аталатын жаңа коронавирустың қоздырғыштан болатын жедел вирустық инфекция. Ауру асимптоматикалық тасымалдаудан клиникалық формаларға ауысады. Орташа деңгейде 14 күнге созылатын инкубациялық кезеңнен кейін әлсіздік, бұлшықет ауруы, дененің ауруы, безгек, бас ауруы, мұрын бітеуі немесе мұрнынан су ағу, жөтел, иіс сезбеу сияқты симптомдар болуы мүмкін. Кейіннен денсаулығы нашарлап ентігу пайда болады. Кейбір науқастар ауыра бастағанда диарея, шишіру де кездеседі. Аталған індетпен ауырған адамдарда дене қызуы көтеріліп немесе жөтел пайда болады. Тыныс алуы қиындап, кеуде қуысы қысылады, сөйлеу қабілеті бұзылады. Егер де қимыл қозғалыс ауырласа, дереу медициналық көмекке жүгіну қажет. Жұқпалы дерт тарамас үшін оның кімнен қайдан жұқтырғаны жан-жақты тексеріледі. Ең бірінші бізге жедел хабар түседі ғой. Осы ауру тіркелді, осындай жағдайда, соны біз мекен-жайын анықтап, жаңағы ауру ол үйде тұра ма, тұрмай ма, соны анықтаймыз. Аурудың ошағына барған кезде ең бірінші жаңағы үйінде қанша адам тұрады, балалар бар ма, ауру бар ма анықтаймыз. Жаңағы аурудың жағдайы қалай, ол қалай жұқтырды, ең бірінші біз аурудың жұқтыру көзін анықтауымыз керек. Ол кімнен жұқтырды, қайда болды, мүмкін бір жақтан келді ма, мүмкін шетелге барып келді ма. Бұл енді қайда болуын сұрайтын себебіміз ол аурудың қарым-қатынаста болған айналасындағы адамдардың санын анықтау үшін. Жаңа мутацияны анықтау мақсатында ел ішінде кездесетін коронавирустық штамдарды генетикалық зерттеу үнемі жүргізіліп отырады. Республиканың барлық аймақтары ай сайынғы үлгілерді ұлттық денсаулық сақтау орталығы филиалының анықтамалық зертханасына жібереді. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың пікірінше, 2021 жылдың сәуір айында анықталған үлгілерді зерттеу барысында науқастардың 30%-ында британдық штам байқалған. Әзірге үнді штамы ел аумағында анықталған жоқ. Сондай-ақ коронавирустың оңтүстік Африка штамы адам ағзасына оңай еніп тез таралатыны дәлелденген. Қазіргі таңда британдық штам Еуропадағы инфекциялардың жартысына жуығын құрайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы вирустардың жаңа нұсқалары жұқпалы, бірақ өлімге жеткізбейді деп қорытынды жасады. Науқастардың арасында жастар да, қариялар да бар. Негізінен бұл дертпен зейнет жасындағылар көбірек ауырады. Если касаться Егер әр деңгей бойынша бөлсек, ауырып жатқандардың 50%-дан астамы әйел адамдар, одан кейін ер адамдар. Ал жас жағына келсе, көбіне 60-тан асқан жандар, яғни зейнеттегілер. Олар 25%-ға жетпейді. Сонан соң жұмыс атқарып жүрген орта жастағылар және 14 жасқа дейінгі жастар. Олар да 20%-ға жуықтайды. Сонымен қатар жұмыссыз адамдар да ауырып жатыр. Онда негізінен үйде отырған және декреттегі әйелдер. Үкіметтік емес ұйымдарда, жеке меншікте де жұмыс істейтіндер бар. Олардың ішінде кәсіпорындарда жұмыс істейтіндер көбірек кездеседі. Эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасына сәйкес, Қарағанды облысы маусымның 9-дан бастап сары аймаққа ауысты. Әлеуметтік экономикалық нысандардың қызметін шектеу Қазақстанның мемлекеттік бас санитарының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы 68-ші қаулысы негізінде жүзеге асырылады. Бұл ретте шектеу шараларын жеңілдету, эпидемиологиялық ахуал 7 күн ішінде тұрақтанған жағдайда жүргізіледі. Халықтың санитарлық эпидемиологиялық саулығы аясында заңнама талаптарын сақтамай оқшаулау режимін бұзған үшін қызыл мәртебесі бар жеке тұлғаға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес әкімшілік сипаттағы шаралар қолданылады. Сондай-ақ сенбі және жексенбі күндері қалааралық, облыс ішілік тұрақты жолаушылар қозғалысы барлық бағытта жүргізіледі. Оған қоса санаторий, демалыс орындарының ғимараттарында тек 80%-дан аспайтын адам болуы тиіс және бұрын тыйым салынған жағажайларға да демалуға рұқсат беріледі. Қаулы 2021 жылғы 8 маусымнан бастап күшіне енді. Өткен апталармен салыстырғанда коронавирустық инфекцияның 1,5 есе төмендеуі байқалды. Республика Казахстан 6 июня находится в зеленом. Қазақстан Республикасы 6 маусымнан бастап жасыл аймақта. Қызыл аймақта Нұр-Сұлтан, сары аймақта Алтауы, Алматы, Атырау, Павлодар, Батыс Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облысы. Жасыл аймақта қалған 10 өңір бар. Коронавирустық инфекция кейінгі уақытта азайып келеді. Өткен аптамен салыстырғанда 1-ден 3 есеге дейін азайса, мамыр айынан бастап 2 есеге дейін азайды. Ахуал оптимистік жағдайға көшті. Асимптоматикалық вирусты тасымалдаушылар өзгелермен жақын байланыста болса, скрининг, эпид көрсеткіштер тексеру кезінде анықталады. Қазіргі эпидемиологиялық жағдайдағы қауіпсіздіктің негізгі шарттары бұл маска кию, санитарлық тазалық пен адамдар көп жиналатын жерлерде арақашықтықты қатаң сақтау, өздерінің отбасының денсаулығын ойлап, жауапкершілікті сезіну. Балалар ойын-сауық орталықтарына бір адамға кемінде 10 шаршы метр аумақ беріліп, 30 адамнан аспай жұмыс істеу керек. Ал ауданы 1000 шаршы метрден 3000 шаршы метрге дейінгі жабық түрдегі балалар ойын-сауық орталықтарында
бір адамға кемінде 10 шаршы метр аумақ беріліп, 60 адамнан аспай жұмыс істеу керек. Цирктер адам сыйымдылығын 30%-дан асырмауы тиіс. Қонақ үйлері қызметі шектеусіз фудкорттарға бұрын сағат 20:00-ге дейін рұқсат берілсе, енді сағат 22:00-ге дейін созылды. Облыста денсаулық сақтау басқармасы өкілдерінің айтуынша COVID-19 дертін емдеуге жіті көңіл бөлінеді. Бүгінде дәрігерлерге көмектесіп, волонтерлар мен студенттер де мобильдік топта жұмыс істейді. Өңірде ондай 288 мобильдік топ жұмыс атқарады. Қазіргі таңда дәрі-дәрмек қоры 3 айға жетеді. Дәрігерлерге жалақы 3 сатыға бөлініп төленеді. Бірінші категорияда стационарда, екіншісі жедел жәрдем, үшінші фильтрде жұмыс істейтіндерге. Ең жоғары сома 850 мың теңге көлемінде. Өңірдегі ауруханаларда 34.200-ден аса науқас тіркелсе, оның ішінде 90%-дан жоғары жазылып шықты. Аймағымыздағы 4900-дей инфекциялық төсек орынның 22% шамасында науқастар емделіп жатыр. 23 стационар жұмыс істеп тұр. Ал дерт өршісе, өзге де стационарлар кез келген уақытта ашылуға дайын. Ең біріншіден оған ПЦР тест салынады. ПЦР 10 нәтиже берген жағдайда оған компьютерлік томография жасалады. Облысымызда 22 компьютерлік томография бар. Соған жасалған соның өкпесі зақымдағанына байланысты бірінші таңда стационарға жатқызылады. Стационарға жатқызылғанда арнайы протоколмен емделінеді. Қазіргі таңда 50 жастан жоғары адамдар, және де айта кететін болсақ, олардың бір немесе екі қосымша аурулармен түседі. Қосымша дегеніміз ол қант диабеті, және де давление дейді, сондай мәселелермен. Облыста арнайы мобильді топ мекемелердің санитарлық талаптарды сақтауын қадағалап, тексеріс жұмыстарын жүргізеді. 17 қазан мен 9 маусым аралығында 116.935 нысан тексерілді. 2352 заң бұзушылық анықталды. 9 маусымға дейін деректер бойынша жыл басынан 92.348 нысан тексерілді. 1586 заң бұзушылық анықталды. 2021 жылы 73 миллион теңгеден астам сомаға әкімшілік айыппұл салынды. Аймағымызда жалпы 91 мобильді топ жұмыс істейді.